Ертеде bir бай адам дүниеден өтерде, өзінің мирасқорлары үш ұлын шақырып алып, соңғы өсиетін айтады. Ұлдарым, менің мына өмірден татар дәмім таусылуға жақын. Бүгін бе, ертең бе деп жатырмын. Тірлікте жанталасып байлық жиған екенмін. Шүкір, орнымды басып қалатын артымда өздерің барсыңдар. Байлық деген көздің құрты. Сен үшеуің мен өлгеннен кейін менен қалған дүниеге таласып ел жұртқа таба бола ма деп қатты қамығамын. Сондықтан да сендерге қоятын мынадай шартым бар. Ертең мен өлгеннен кейін кім менің қасыма бір күн түнеп шығатын болса, менен қалған байлықтың иесі сол болады. Ал енді үшеуіңнің қайсысының оған тәуекелің жетеді, оны уақыт көрсетеді деген екен. Күндердің күнінде шалдың ажалы жетіп өмірден өтеді. Бірақ ұлдарының ешқайсының әкелерімен бірге көрге жатуға жүректері дауаламай қалады. Содан үшеуі қабірдің басында отырып, ағайындар, бұнымыз қалай болды? Біз көзінің тірісінде әкемізге уәде берген едік, енді одан танып отырмыз, деп бастары қатады. Сонда кенже ұлы тұрып, біздің үшеуімізде әкемізге мұрагер болуға жарамаймыз. Себебі біз әкеміздің өсиетін орындай алмадық, дейді. Сол кезде иығына кетпенін салып, жыртық шапанын киіп, беліне бір құлаш арқанын ораған бір диқан келе жатады. Шалдың ұлдары әлгі адамды тоқтатып болған жағдайды айтып түсіндіреді. Қазақ атамыз айтпақшы, қарыс жерде қазада бар, қазынада бар деген ғой. Диқан байғұс өмір бойы аңсаған байлығы күтпеген жерден кездесе кеткеніне есі шыға қуанып, бірден келісе кетеді. Келісім бойынша шалдың қасына бір түн түнеп шығады. Ертеңгісін ұлдары келіп, қабірдің бетін ашып, диқанды шығарады. Диқан байғұс шыға салысымен екі қолын төбесіне қойып, алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Мұндайды күтпеген шалдың ұлдары басында аңырып тұрып қалса да, артынан өздеріне келіп, диқанды тауып, істің мән жайын айтуын сұрайды. Сонда диқан болған жағдайды баяндайды. Сендер 40 қадам ұзағаннан кейін, мүңкір-нәңкір келіп, өлі өзіміздікі, алдымен мына тіріден құсырайық, деп менен сұрағала бастады. Содан сендер келіп шығарып алғанша, белімдегі мына бір құлаш арқаным мен қолымдағы кетпенімнің қайдан, қайтып, не үшін алғаныма жауап бере алмадым. Сендердің әкелеріңнің тастап кеткен мұнша байлығына қайтып жауап беремін, деп безар болады.